адам денсаулықты құртып алды ма, бұл Құдайдың сынағы дейді. Көріп отырсыздар ма, Құдайды қандай сипатта көрсетіп отыр. Адам қаржылай қиын жағдайға кіріп кетті ма, бұл Құдайдың сынағы дейді. Түсініп отырсыздар ма сіздер? Қандай сипатта өздері Құдайға жақын деп ойлайды, бірақ Құдайды қандай сипатта көрсетіп отқанын сіздер түсініп отырсыздар ма? Мен сіздерге айтамын, бауырларым. Мен көп нәрсені оқып, осы түсінгенімді сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл енді менің айтып отқаным емес, бұл өте көп нәрселерді бар емес па, ғалымдар туралы ғой енді. Көп нәрсені зерттеп, көп нәрсені түсінген адамдардың айтқанын сіздерге жеткізгім келіп отыр. Құдай адамды бар емес па, бүгінгі күнге дейін де қиын жағдаймен сынамаған, келешекте де сынамайды. Құдай бар емес па, адамды тек қана махаббатпен баурап отырады. Сіздер осыны түсініңіздер. Енді сізге түсінікті болу үшін мен бір мысал келтіріп берейін. Құдай бар емес па, сізге және маған махаббатпен миллиондаған ұрықтың ішінде жарықты көруге нәсіп етті. Бір ма? Құдай бар емес па, сізге және маған махаббатпен неді берді? Шексіздікті берді. Екі ма? Құдай бар емес па, сізге және маған махаббатпен оның екі мүшені берді. Үш па? Енді мұқият тыңдаңыздар. Адамның миы жетпесе, Құдайдың осындай беріп тұрған сыйын, махаббатпен беріп тұрған сыйларын қалай пайдалану керек екен? Құдайдың кінәсі бар ма? Айтыңыздаршы. Өтінемін. Мысалы, денсаулықты алайық. Адам сапалы су ішпесе, Құдайдың кінәсі бар ма? Құдай суды да беріп қойды махаббатпен, ауызды да беріп қойды. Адам асты дұрыс қабылдамаса, Құдайдың кінәсі бар ма? Миды берді ғой. Адам күніне 1 сағат жүрмесе, Құдайдың кінәсі бар ма? Махаббатпен оның екі мүшені беріп қойды ғой. Адам жасушаға азық жеткізбесе, Құдайдың кінәсі бар ма? Жеміс жидек, саңырауқұлақ бәрі тұр ғой. Махаббатпен беріп қойды. Ал енді қаржылай қиын жағдайды алайық. Қаржылай қиын жағдайдың түп тамыры, кедейліктің түп тамыры надандықта жатыр. Надандықта жатыр. Мен мысалы кездесуге келген бауырларыма мынандай сұрақ қоямын да, надан адам деп сіздер қандай адамдарды көздейсіздер? Сол кезде олар айтады, оқи алмайтын, жаза алмайтын адамдарды надан адам деп айтады ғой дейді. Жоқ, қоғам қатты қателеседі. Надан адам деп, тағы мұқият тыңдаңыздар, надан адам деп, оқуды біле тұра, жазуды біле тұра, өзімен жұмыс істемейтін, өзін дамытпайтын, алға қарай талпынбайтын, кітап оқымайтын адамдарды надан адам дейді. Бұл ақиқат. Құдай беріп қойды, көзді берді, қолды берді, оқи алады, жаза алады, алға қарай талпынбайды, өзін дамытпайды. Өзіңіз, мен сіздерге мынандай сұрақ қойайын. Адам өзімен жұмыс істемесе, өзін дамытпаса, алға қарай талпынбаса, кітап оқымаса, осындай адам ауру болма, бұлар надан деген надан адамдар да. Осындай адам бар емес па, ауру болмағанда, осындай адам қаржылай қиын жағдайда жүрмегенде кім жүреді, айтыңыздаршы? Кім жүреді? Құдайдың қай жерде кінәсі бар? Берді, жазалады, оқи алады, миды берді. Берді ғой, бәрі махаббатпен беріп қойды. Айтып отырмын, бауырларым, сіздер дұрыс түсініңіздер. Адамның миы жетпесе, Құдайдың осындай берген сыйын, махаббатпен берген сыйын қалай пайдалану керек? Неғып істемесе, Құдайдың кінәсі жоқ. Сондықтан Құдайды бұндай сипатта бар емес па, көрсетуге болмайды. Құдай деген бір-ақ сипат, махаббат. Міне мен сіздерге қазір айтайын.
негізгі адамның өмірін өзгертетін кілт бұл кванттық физикада тұр. Бірақ бұл кілт бар емес па, адам бес мына жағдаймен жұмыс істеп нәтиже шығармай, мына кілт жұмыс істемейді. Үлкен өкінішке орай. Бұл бес жағдай қандай жағдай адам жұмыс істеу керек өзімен. Мен сіздерге айтып отырмын, бірінші, Құдай деген ұғымды біз дұрыс түсінуіміз керек. Ең бірінші. Екінші, сөз. Сөз деген не? Біз сөзге мүлде мән бермейміз. Бұл бар емес па? Адамның өмірін құрастыратын нәрсе. Мен қазір сіздерге түсіндіріп беремін. Үшінші, адам өзіне деген көзқарасты өзгерту керек. Төртінші, адам ойды бақылауда ұстап үйрену керек. Бесінші, мен үш құрт деп айтамын. Үш құрт. Өшпенділік, қызғаныш, ренжіс. Міне осы үш құртпен жұмыс істеп, осыларды жеңіп шығу керек. Мен білем, мыналармен жұмыс істеу оңай емес. Бірақ мен білем, жеңіп шығуға болады. Өйткені мен жеңіп шықтым. Түсінесіздер ма? Мен өмірімді қатты өзгерткім келді. Жан тәніммен қаладым. Алла тағала маған көмектесті. Сіздер көріп отырсыздар ғой нәтижесін. Алдарыңызда отырмын. Бұл жерде сізде ниет дұрыс болу керек. Жан тәніңізбен қалап, шын ниетте болсаңыз, өміріңізді өзгертем деп. Мына 5 жағдайды, қысқа мерзімде бар емес, нәтиже шығарасыз. Түсінесіз ба? Қысқа мерзімде. Мына Құдай дегенді айтып отырмын. Құдай деген дұрыстап түсінуіміз керек. Мен сіздерге жаңа айтып түсіндіріп бердім. Махаббат. Енді, бұл дегеніміз не? Қазір бұл махаббат не үшін керек екенін мен сіздерге түсіндіріп берейін. Бізге махаббат дегеннің өзінде бар емес па? Жаңа айтып отырмын ғой, өте таяз түсіндіріп келді ғой. Махаббат деген бұл жаңағы ата-ана мен баланың ортасында махаббат. Махаббат деген бұл жаңағы екі жастың ортасында махаббат деп, жоқ, бауырларым. Бұл үлкен қате. Махаббат деген бар емес па, бұл Құдайдың бар емес па? Адам затына беріп отырған қуат көзі. Түсінесіздер ма? Қуат көзі. Біз мына қуат көзінен ажырап қалдық. Сондықтан бізде денсаулық та жоқ, ақша да жоқ. Міне, мынаған қайттан қосылыңыздаршы, мынаған қайттан қосылыңыздар. Мынандай болады бәрі. Мынау қазіргі қара түнек өмір бар емес па? Келе жатырмыз ғой қара түнек өмірде. Денсаулық та жоқ, ақша да жоқ. Келе жатырмыз. Енді сіздер бар емес па? Былай қылыңыздаршы. Мен сіздерге бір сұрақ қояйын, соған тез жауап беріңіздер. Сіздер бар емес па? Түсіну үшін керек бұл. Менің тікелей эфиріме бірінші рет бүгін кіріп отырған бауырларым сіздерге сұрақ. Алдында кіріп отырған бауырларым бар емес па? Сіздер жазбай қойыңыздар. Бірінші рет бүгін мен тікелей эфиріме кіріп отырған бауырларыма сіздерге мынандай сұрақ. Сіздер бүгін бар емес па? Қазір осы уақытта бір бөлмеде отырсыздар. Үйдің бөлмесі болсын, офистің бөлмесі болсын, әйтеуір бір бөлмеде отырсыздар. Сол бөлмеде бар емес па? Сіз үшін бар емес па? Екі маңызды деген нәрсені тез-тез жазып жіберіңіздерші. Сіз отырған бөлмедегі екі маңызды деген нәрсені тез-тез жазып жіберіңіздер. Бір бауырыма шай маңызды отыр екен, басқысы отыр ғой деймін. Аха, мына көріп отырсыздар ғой бауырлармен, мына сіздер мына сұраққа жауап берген бауырларыма сіздерге алғысым шексіз. Мына осы көріп отырсыздар ғой, сіздер оқып отырсыздар ма? Оқыңыздар мына бауырларымыз қалай жазып отқанын. Міне бауырларым, үлкен проблема адамда бізде бар емес па, неде қай жерден басталып жатқанын сіздерге түсіндіріп берейін. Міне, бұл өмірде, мына өмір сүріп жатырған өмірімізде бар емес па, өзіміз жоқпыз. Түсінесіздер ма? Біз бәрін көріп отырмыз. Біз бәрін көреміз. Өзімізді көрмейміз. Міне проблема қаяқта болып жатыр. Бұл өмірде біз болмағаннан кейін, өзіміз болмағаннан кейін, бізде денсаулық та болмайды, бізде ақша да болмайды. Сіздер түсініп отырсыздар ма мағынасын? Міне бұл өмірде өзіміз болмағаннан кейін осындай тірлік болады бауырларым. Біз қазір бар емес па, өзімізге немқұрайлы қараймыз. Немқұрайлы қараймыз. Өйткені біз бұл өмірде жоқпыз. Түсінесіздер ма? Аха, өте керемет түсінсеңіздер. Міне проблема қаяқта басталып жатыр бауырларым.
Енді қараңыздар. Міне, көріп отырсыздар ғой, иә? Бізде бар емес па, былай айтамыз да, бауырларым. Мұқият тыңдаңыздаршы, иә? Мұқият тыңдаңыздар. Біз былай айтамыз: менің ата-анама деген махаббатым зор, бауырларыма деген махаббатым керемет, бала шағама деген махаббатым о тамаша деп, иә? Ал енді өздеріңіз ойланып көріңіздерші, ойланып көріңіздерші. Адамның бар емес па, өзіне деген махаббат жоқ. Ол бар емес па, махаббатты басқа біреулерге бере алады деп ойлайсыздар ма? Мүмкін емес нәрсе ол деген. Бұл жаңағы айтып отырған бар емес, сағым махаббат деп айтылады екен. Түсінесіздер ма? Адам өзіне деген махаббат болмаған кезде, ондай махаббатты басқа ешкімге бере алмайды. Осыны түсініңіздер. Біздің өмірімізде, бауырларым, біздің өмірімізде, неге быт-шыт? Мен айтып отырмын, бірақ нәрсе жоқ ше бізде. Бірақ нәрсе. Өзімізге деген махаббат жоқ. Мен осы махаббат деген тақырыпты түсінгеннен кейін, бауырларым, мына жағдайда жүріп, осы махаббат деген тақырыпты түсіндім ғой, содан соң мен өзімді құрметтей бастадым. Өзімді сыйлай бастадым. Өзіме деген махаббатты жоғары деңгейге шығардым. Түсінесіз ба? Сол кезде мен сізге мына Құдайдың құдіретінің күштілігін бар емес па, жеткізгім келіп отыр. Мына махаббат деген нәрсені түсініп, осы нәрселерді өзіме күшейткен кезде бар емес па, мына жағдайда жүріп, мен мына адамды бар емес па, анық көрдім. Мына адамды, мына жағдайда жүріп, мен мына адамды анық көрдім. Түсінесіздер ма? Бауырларым, махаббат деген бар емес па, сіздің маңдайыңыздағы жарығыңыз. Осыны түсініңіз. Сіздің бар емес па, мынау айтып отырмын ғой, қара түнек өмірді көріп келдіңіз ғой, мысалы, махаббатсыз өмір мынау. Енді сізге бар емес па, денсаулықтағы, керемет, байлықтағы өзіңізді көргіңіз келеді ма? Бірақ нәрсе көрсетеді оны. Бірақ нәрсе көрсетіп бере алады. Махаббат. Жеткізіп береді. Осыны түсініңіздер. Мен сіздерге түсінікті болу үшін мен бір мысал келтіріп берейін. Сіздерге түсінікті болу үшін. Бұл махаббаттың бар емес па? Қараңыздар, бауырларым, мына ғаламды, Құдай бар емес па? Құдай тек қана махаббаттың тартылыс күшін пайдалана отырып жаратқан екен. Сіздер түсініп отырсыздар ма? Махаббаттың тартылыс күші өте жоғарыда. Өте, бұл ғаламдағы ең мықты тартылыс махаббаттың тартылысы екен. Бізде айтамыз ғой, жаңа адам махаббатты болған кезде тауытта қопарып кетеді деп, ол негізінде солай. Қопарғандар бар. Қолмен қопарып тастағандар бар. Таста. Мен қазір соны сіздерге жеткізгім келіп отыр. Енді қараңыз. Мен осы махаббат деген тақырыпты түсінгеннен кейін былай болды. Мен күнде жүретін жолым бар, жаңағыдай жұмысқа баратын. Сол жерде бір ит бар, үлкен ит. Сол енді өткен сайын жаңағыдай тістегісі келеді, қапқысы келеді. Ол тек қана енді маған емес, сол өткен сол жолмен жүргендерді солай нағылады. Ит қой енді. Сосын осы махаббат деген тақырыпты түсінгеннен кейін мен оған бар емес, махаббат көзімен қарай бастадым. Жаңа итке ше. Үйден сүйек алдым, тамақ алам. Сөйтіп жаңағы итке шаймен бере бастадым. Бірінші, екінші күні жаңағыдай тамақ ішіп жатқан кезде басынан сипайын десем, арылдады. Сосын кейін мен де үндеген жоқпын. Одан кейін үшінші, төртінші күндері тамақ әкеліп нағаннан кейін жаймен басынан сипадым, еш нәрсе деген жоқ. Денесінен сипадым. Сенесіз ба? Махаббат менмен жаңа иттің ортасын бар емес па? 5 күннің ішінде бар емес па? Мынандай қылып берді. Ол ит, мен адаммын. Түсінесіздер ма? Махаббаттың күшін түсініп отырсыздар ма? Ал енді екінші жағдай түсіндіріп берейін. Тағы бір мысалды келтіріп берейін. Осы TikTok-тан көрдім. Ол жерде Қытайдың бір жігіті ауылда тұрады екен. Ол ауыл таудың басында екен. Цивилизация жоқ, тоқ еш нәрсе жоқ. Содан соң ол не істеді? Тас әкелді. Үлкен тасты әкелді да, солдың үстіне қойып, соны бар емес, кәдімгі ағашты қашайды ғой былай, сөйтіп
тас қашай бастады. Сөйтіп сол тастан бар емес па, қол жуатын мойка дейміз ғой, қол жуатын істеді. Егер мен бар емес па, сол қол жуатынды ең соңынан көретін болсам, мына адам қолмен істейді дегенге мен сенбес едім. Ол бір станоктың ішінен шыққан сияқты болды. Түсінесіздер ма? Сонда адам махаббатта болған кезде, тастың өзі бағынып отыр. Адам махаббатта болған кезде нәтиже шығара алады, бауырларым. Осыны түсініңіздер. Адам махаббатта болған кезде ғана нәтиже шығара алады. Міне, мен сіздерге нәтижесін айтып отырмын. Міне, махаббат деген нәрсені түсініп, махаббатта болған кезде ғана 2,5 жылдың ішінде жүрек, бауыр, өкпе деген керемет деңгейге Алла Тағала шығарып берді. Мынау махаббатсыз өмірді ғалымдар тозақ өмір деп айтады екен. Негізінде солай ғой. Махаббатсыз өмірде денсаулық та жоқ, ақша да жоқ, тозақ демей не? Екінші, махаббатсыз өмірді құдайсыз өмір деп айтады екен. Ол да солай. Құдай болмағаннан кейін адам, ода денсаулық та болмайды, ақша да болмайды. Мен мысалы кездесуге келген жастарға бар емес па, енді балдарымызға, қыздарымызға мынандай сұрақ қоямын да: ей жандарым, сіздер біздің болашағымызсыздар ғой. Сіздердің осы қандай армандарыңыз бар деймін да. Сөйтсем олар былай айтады: мұғалім болсам, қаржыгер болсам, дәрігер болсам, заңгер болсам. Үлкен өкінішке орай ше, бауырларым, мен осы уақытқа дейін бір қызымнан, бір баламнан бар емес па, мен бір нәрсе бір ойлап шығарсам деген осындай арманым бар деген естіген жоқпын ше. Үлкен өкінішке орай. Міне, дәрігер болсам армандар, заңгер, мұғалім, қаржыгер. Кім кінәлі? Қоғам кінәлі, біз кінәліміз. Біз мына балдарымызға айтамыз: сен дәрігер бол, заңгер бол, мұғалім бол, қаржыгер бол. Осындай маманның иесі болсаң, өлмейсің дейміз. Сөйтіп, өзіміздің болашағымызды тамырымен қалай жұлып тастап жатқанын өзіміз түсінбейміз ғой. Мәзбіз. Ал негізінде, мынау дәрігер болмаса, мықты керемет бір жазушы болатын еді. Мынау заңгер болмаса, бұл бар емес па, ғалым болатын еді. Мынау мұғалім болмаса бар емес па, Димаш бауырымыз сияқты керемет әнші болатын еді. Қазағымды бүкіл әлемге танытатын. Міне, осындай біздің көзқарасымыздың арқасында қанша керемет кітаптар, керемет бір заттар, өлеңдер дүниеге жарық көрмей бар емес па, топырақтың астына кіріп кетіп жатыр. Бұл ойланатын нәрсе, бауырларым. Бұл ойланатын нәрсе. Бұл ойланатын нәрсе, үлкен ойланатын нәрсе. Біздің қазір кетіп бара жатқан бағытымыз дұрыс емес, бауырларым. Ал негізінде, мынау, бір баламыз, мысалы ретінде аспазшы болсын, бұл бала оны қалады да, ол мамандықты сүйді да. Енді бұл не істейді? Адам мамандығын сүйгеннен кейін, қандай болмасын ісін сүйгеннен кейін бар емес па, бұл оны бар емес па, күнде дамытуға әрекет жасайды. Адам сүйген ісін ғана дамытады. А мыналарға 8 сағат уақыт өтсе болды. А мынау аспазшы, ол күнде дамытады. Онымен жұмыс істейді. Сөйтіп, болмағанда айына бір рет бар емес па, осы уақытқа дейін өмірде болмаған бір тағамды ойлап шығарады. Өткен Құдай оған шексіздік беріп отыр бәрімізге. Міне, мынау 300 мың мен 500 мың ояқ бағында төңірегінде алатын болса, өмір сүретін болса, мына аспазшы, бұл адам сүйгеннен кейін бар емес, оны дамытады деп отырмын ғой. Ол дамытқаннан кейін мықты аспазшы ең азы 1,5 миллион айына ақша табады. А негізінде 6-7 миллион екен. Жақсы аспазшының ақшасы. Бауырларым, осындай жағдай. Енді ақшаға келейік, бауырларым. Ақшаны тезде түсіндіріп жіберейін. Мен сіздерге жаңа басында айттым ғой,
қаржылай қиын жағдайдың түп тамыры, кедейліктің түп тамыры надандықта жатыр. Иә? Надан деген, енді жаңа айтып отырмын ғой, адам оқуды біле тұра, жазуды біле тұра, өзімен жұмыс істемейтін, өзін дамытпайтын, алға қарай талпынбайтын, кітап оқымайтын адамдарды надан адам дейді. Бұл енді ақиқат. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен өз өмірімнен бір кішкентай үзінді айтып берейін. Иә? Мен мысалы жоғарғы оқу орнын бітірдім. Бітіргеннен кейін жұмысқа орналастым. Жұмысқа орналасқаннан кейін 4 айдың ішінде, мұқият тыңдаңыздар. Жұмысқа орналасқаннан кейін 4 айдың ішінде сол жұмысты қалай істеу керек екенін мен түсініп алдым. Енді қараңыздар. Адам дамиды, болмаса кері кетеді. Екеуінің біреуі. 4 айдан кейін мен даму процесін тоқтады. Әрі қарай мен кері кеттім. Неге? Себебі мына 4 айда алған білімді бар емес пе? Мен 10 жылдан астам бойы айналдырдым. Күнде бір нәрсені қайталай бердім. Менің даму процесін тоқтағанмен, әлемнің даму процесі тоқтап отқан жоқ. Бұл кетіп бара жатыр. 2005 жылы мен қысқартуға түсіп қалдым. 2005 жылы мен қысқартуға түсіп қалдым. Сол қысқартуға түскен кезде мына екі көз мен маңдайыма шықты. Дабырақтап қалдым. Не істерімді білмей қалдым. Неге? Себебі, мен ойлау қабілетім 2005 жылы өмірде болып жатқан өзгеріске сәйкес келмей қалды. Мен мына ойлау қабілетім 90 жылға қалып қойды. Көріп отырсыздар ма? Мына екі орта не бұл? Бұл өмірдің сабағы. Мен өмірдің сабағын жіберіп алдым, сосын өмір маған көрсетті. Міне, денсаулық деген надансың ба, ақымақ? Миың істемейді ма? Міне, денсаулық деген мынандай болады деді. Ақымақ, надан. Қаржылай жағдай деген надан мынандай болады деді. Міне, оқуды білем, жазуды білем. Өзімен жұмыс істемедім. Өзімді дамытпадым. Алға талпынбадым. Кітап оқымадым. Поқ деді. Одан соқ шықты сосын кейін. Бізге қазір бар емес па, бауырларым, екі адамның басы қосылса, айтатыны проблема. Ал енді біз мына жағдай түсініп көрейікші. Бізге қазір не жетіспейді өзі? Бізге қазір бірақ нәрсе жетіспейді. Өмірімізде болып жатқан проблеманы шешетін ақпарат жетіспейді. Неге? Біз өзімізбен жұмыс істемейміз ғой. Өзіміз дамытпаймыз. Алға қарай талпынбаймыз. Кітап оқымаймыз. Неғылым бәрін білеміз ғой біз деген. Мен сіздерге айтып отырмын. Қазір бізге бірақ нәрсе жетіспейді. Проблеманы шешетін ақпарат жетіспейді. Енді қазір айтатын жағдайға үлкен мән беріңіздер. Бұл да өте маңызды нәрсе. Біздің өмірімізде бар емес па, мынандай жағдайларда біз болашақ дегенді білеміз, біз өткен уақытты білеміз да, және болашақ біздің әңгімемізде осындай нәрсе. Өткен уақыт туралы айтамыз, сосын болашақ туралы айтамыз. Қай жерден біз үлкен қате жіберіп отырмыз. Мен соны сіздерге жеткізгім келіп отыр. Негізінде мына екеуінің ортасында тұр шешім. Осы екеуінің ортасында тұр. Мына өткен уақытта, мына болашақ. Негізі мына екеуінің ортасында тұр шешім. Қазіргі уақыт өте керемет. Осы уақыт. Бізде қазіргі істеп жатырған үлкен қатеміз, бауырларым, біз мына осы уақытта өмір сүру дегенді білмей қалдық та, түсінбей қалдық. Миды шай тысады, миды шай тысаған. Мына осы уақытта өмір сүру дегенді біз білмейміз. Мына баспалдақ, баспалдақ. Біз мына жерде тұрмыз, бірақ біз бақытты мынаяқта болғымыз келеді. Сіздер өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Ол қалай өзі?
біз мына жерде тұрмыз, бірақ біз үнемі бақытты болашақта болғымыз келеді, келешек. Өткен уақытта да біз осы күтіп отырдық қой, күттік. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Енді мен сіздерге түсіндірейін, мына баспалдақ. Мына жерде тұрмыз, бақытты мына жақта болғымыз келеді. Енді қазір қараңыздар. Мен бүгін сапалы су ішпесем, менде ертең денсаулық болады ма? Мен бүгін 1 сағат жүрмесем, менде ертең денсаулық болады ма? Сондықтан, бауырларым, сіздер бері қараңыздар. Адам өмірінде қандай жағдай болмасын, дәл осы уақытта ше, қандай проблема болмасын. Адам өмірінде қандай жағдай болмасын, дәл осы уақытта адам бақытты болып үйрене алмаса, ол адам ертең бақытты болуы мүмкін емес. Бұл шындық, ақиқат. Мүмкін емес ол. Түсінесіздер ма? Негізінде, қараңыздар. Негізінде. Мен сіздерге жаңадан бері айтып келе жатырмын ғой, ойды бақылауда ұстап үйреніңіздер. Ойды бақылауда ұстап үйреніңіздер. Бұл сіздің құзыретіңізде. Мен сізге айтып отырмын, сіздің ойыңыз бар емес па? Дүниеге әкелген ата-анаңызды, бауырларыңызды, балдарыңызды ұстап бере алмайды. Жоқ. Миды сізге беріп отыр. Бұны сіз істей аласыз. Ал енді қазір қараңыздар, мен бір мысал келтіріп берейін сіздерге. Адамның өмірінде бір проблема басталды. Негізінде бұл проблема бар емес па? Адамның өмірін 10%-ға қиындатып отса, негізінде адам сол проблеманы қалай қабылдады, бұл 90%-ға қиындатып отыр. Біз дегеніміз не? Бізде проблема басталды ма, одан кейін біз оны және үрлейміз. Сөйтіп түтіндетеміз. Сосын тағы қатырақ үрлейміз, сөйтіп өртейміз оны. Әлі еш нәрсе болған жоқ негізінде. Бірақ оны бар емес, біз апаратын жеріне апарып қоямыз да. Біз кішкентай, қысқа мерзімнің ішінде, кішкентай тышқанды пілге айналдырып жүреміз ғой. Міне мәселе қаяқта жатыр. Мәселе қаяқта жатыр. Құдай бар емес па, адамға ғана таңдауды беріп қойған, бауырлар. Құдай тек қана адамға, бұл ғаламдағы бар емес па, тек қана адамға ғана таңдауды беріп қойған. Басқаларда таңдау деген жоқ. Малда, құста, талда, маймылда, ешкімде бізде таңдау бар. Бірақ сол таңдауды біз пайдаланбай отырмыз да. Таңдау дегеніміз, бұны мен сіздерге былай келтіріп берейін. Адам бұл өмірге не үшін келді деген сұраққа Абай былай жауап берген екен. Адам болу үшін деп. Негізінде де солай. Біз бұл өмірге келген кезде адам болу үшін келгенбіз. Адам бұл өмірге келген кезде бар емес па, ең бірінші атқаратын жұмысы, мұқият тыңдаңыздар, жаман мен жақсыны айыра білу керек. Ақ пен қараны айыра білу керек. Осы жағдайда бар емес па, біздің өмірімізге қанша адам келіп, қанша адам кетіп жатыр. Бір адамдар жаман жағдаймен келіп жатыр, бір адамдар жақсы жағдаймен келіп жатыр. Көріп отырсыздар ма? Біз осы екеуіне де бар емес па, алғыс айтуымыз керек. Өйткені бұлар біздің өмірлік ұстаздарымыз. Бұлар бізге көрсетіп жатыр, жаман қандай, жақсы қандай. Көріп отырсыздар ма? Енді осы жағдай түсінгеннен кейін, жаманнан алшақтап, жақсыға тартылып, өзімізбен жұмыс істеп, өзіміз дамытып, алға қарай талпынып, кітап оқып, біз мына өмірге келген кезде осы өмірдің әр қарай жақсаруына өз үлесімізді қосу үшін келдік. Мал сияқты өмір сүру үшін емес, күнде бір нәрсені езіп қайталап. Маған кездесулеріме келген кезде бауырларым мынандай сұрақ қояды да, неге қазір, бір бауырым өткенде бір сұрақ қойды осындай керемет. Неге қазір адамдар ауру дейді, неге қазір адамдар қаржылы қиын жағдайда жүріп жатыр? Екі сұраққа бар емес па, бұның бірақ жауабы бар. Қазір адамдар жаман мен жақсыны айырамайтын деңгейге жетті қазір. Жаман мен жақсыны айыра алатын адамдар бар емес па, олардың денсаулығы да жақсы, қаржылай жағдайда тамаша.
бәрі біздің қолымызда, бауырлар. Мен осы тікелей эфирге шығып отырғаным да сол. Сіздер бір нәрсені түсініңіздер. Мысалы, мен сіздерге айтып отырмын, мына тағы қайталап жіберейін, өйткені бұл қазір сіздерге бір жағдай түсіну үшін керек та. Адамның екі әлемі бар. Сыртқы әлем және ішкі әлем. Сыртқы әлем деген біз көзбен не көріп отырмыз? Бұның бәрі сыртқы әлем. Бұны тағы жалған өмір деп айтады. Ішкі әлем дегеніміз бұл ақыл. Енді осы уақытқа дейін әрқайсыңыз бір жасқа келіп отырсыздар. Осы уақытқа дейін бар емес, осы жалған өмірден, сыртқы әлемнен денсаулық іздедіңіздер, байлық іздедіңіздер. Қайсысына қол жеткіздіңіздер? Айтыңыздаршы. Айтыңыздаршы. Айтыңыздар. Ешқайсысына. Себебі мына сыртқы әлемде, жалған өмірде денсаулық та жоқ, байлық та жоқ. Оны Құдай ақылға орналастырып қойған. Ал біз оны адасып сыртқы әлемнен іздеп жүрміз. Көріп отырсыздар ма? Сондықтан, бауырларым, сіздер енді мынаны жақсылап түсінуге тырысыңыздар. Көзбен көрген адамды бар емес па, ауруымен кедейлікке келеді. Адам ақылмен көретін болса, ақылмен көре алатын болса, бұл денсаулықпен байлыққа келеді. Осы жерде мен мына жағдайды айтқым келіп отыр. Ақылмен көре алмаған мүмкіндікті мына көзбен көру мүмкін емес. Бопты, бауырларым, бүгінгі мына тікелей эфир өзінің бітетін уақытына келіп қалды. Бүгін менімен бірге болғандарыңызға сіздерге алғысым шексіз. Еш нәрсе кездейсоқ болмайды, бауырларым. Өткенде бір осындай тікелей эфиріме кірген бір бауырым жазып жіберіпті. Бүгін сіздің тікелей эфиріңізге түсіп қалғаныма өте керемет қуанып отырмын дейді. Мен айтамын, сіздер шын айтқанда қателеспеңіздер деймін да. Әшейін кездейсоқ түскен жоқсыздар. Сіздердің саналарыңызда, саналарыңызда бір ой болды да, өмірімді қалай жақсы жағына қарай өзгертсем, денсаулық жағы болсын, қаржылай жағдай болсын. Сосын кейін не істеді? Қазір әрқайсыңыз әр қаладан кіріп отырсыздар. Мен Алматыда отырмын. Енді Құдай не істеп отыр? Сізде түйсігіңізде бір ой болды. Құдай алды да мені Алматыда сіздердің алдарыңызға отырғызып қойды. Айналайын, жаным, мен сені махаббатпен жараттым ғой. Міне сен көп нәрсені түсіндің, іздендің, дұрыс әрекет жасадың. Мен саған көмектестім, сен нәтижеге шықтың. Енді қазір менің тағы сүйіктілерім бар, қиналып жүрген. Денсаулық жағынан, қаржылай қиын жағдайына. Сен осыны жеткіз. Себепші бол. Оларға айтшы дейді маған Құдай да. Мен сөйлеп отқан жоқпын қазір. Түсінесіздер ма? Мен Құдай сөйлетіп отыр да. Мен өзім демалып отқан жоқпын қазір. Құдай демалтып отыр. Оны білесіздер ғой. Құдай айтып отыр. Мен сүйіктілеріме жеткізші дейді. Бір дұрыс қадам жасасыншы дейді. Әрі қарай мен өзім тартып аламын дейді. Керемет өмірді шығарып көрсетіп беремін дейді. Бірақ дұрыс қадам жасасыншы дейді. Бұл дұрыс қадам деген біреу. Шынайы махаббатты енгізіңіздерші өмірлеріңізге. Шынайы махаббатты енгізіңіздерші, өтініп сұраймын. Бірақ нәрсе. Көресіздер. Шынайы махаббатты енгізіңіздер, сосын аржанда Құдай қандай тірлік істеп бересін сіздер көресіздер. Өмірлеріңіз бар емес па, қандай жылдамдықпен өзгеретінін сол кезде көресіздер. Бауырларым, мен сіздерге айтып отырмын. Мына қара түнек өмірді көріп келдіңіздер ғой, махаббатсыз өмір. Өзіңізге деген көзқарасыңыз дұрыс болмады, өзіңізді көрмедіңіз, өзіңізге деген махаббат болмады. Міне нәтижесін көріп отырсыздар ғой. Енді Құдай бар емес па, сіздерге керемет жолды берейін деп отыр да. Сіздердің өмірлеріңізде үлкен өзгеріс болайын деп тұр. Керемет тамаша өзгеріс болайын деп тұр. Бірақ нәрсе, шынайы махаббат енгізіңізші, болды. Бопты, бауырларым, күндеріңіз сәтті өтсін. Енді
бүгінгі айтылған әңгіме менің жүрегімнен шықты, махаббатпен шықты. Сіздердің жүректеріңізге сол махаббатпен орналасып, сіздердің махаббаттарыңыз жандырып, Құдай қаласа Алла Тағала керемет өзгерісті енгізейін деп отыр. Сәттілік сіздерге. Бәрі тамаша болады. Еш нәрседен қорықпаңыздар. Мен сіздерге айтып отырмын. Махаббат енгізіңіздер. Адам махаббатта болған кезде бар емес па, ол адам дұрыс емес тірлік істемейді. Осыны түсініңіздер. Адам шынайы махаббатта болған кезде ол дұрыс емес тірлік істемейді. Бәрі керемет болады. Бірақ нәрсе өміріңізді өзгертіп береді. Сәттілік сіздерге.